Өрүзмекли туғаны. Bir жылда Нартыланы өмірлерінде Нарт Дебет таулаға темір ташлап жиярға кеткенді. Кеше ол бір дорбында қалғанды. Кеше ортада дорбының тешігінен бір сейір көк жарық ұрып, дорбының için күнче жарытқанды. Дебет сейірсіліп дышына шыққанды. Беттеу дүнияны көз қаматырча жарытып, көкте бір ұлы ұзын құйрықлы жұлдызны ұшып барғанын көргенді. Ол жұлдыз ұшып барып, бек ұзақта екі ұлы таун арасында тауланы зыңырдатып, дүнияны қалтыратып düştü. Дебет кеше болғанына қарамай ара атланды. Ары Дебет 3 күн біле 3 кечеден sonra жеткенді. Ол екі таун арасы қап-қара болып күйіп тұру еді. Қарағанында бір бек ұлы терең шұңғырдың ортасында екі жарылған бір ұлы көк ташны көрді. Аны ішінде бір тұлпар жашчық. Ол сәбичік бір мазаллы бөріні бойнынан қатты тұтып емейді. Бүті ол тирені қанатылары, жануарлары жиылып, ол сейірге қарап тұру еді. Дебет алаға хапар сорғанда бір қарт құш алай айтты. Біз кече жұқлап тұрғалай. Көктен бір құйрықлы жұлдыз ұшып келіп, бүті көйлекіні күйдіріп, ма бізні бұл ұлы көлімізге түшкенді. Көліні суы қайнап тұрғаннан sonra, біз аны түбінде бұл жашчықны көргенбіз. Ол жылап қычырып көк тұрғанды, алаяны қатына барға бір бізді базынмағанбыз. Бұл бөріні бұл сағатта кетше балалары барып та, ол аштаныге тоймайды. Ол баяманы ашайым деп барған болыр еді қатына. Алай бұл жашчық сермеп, аны буарға аздан қойғанды, амалсыз етіп, аны емеп башлағанды. Нарт Дебет ол жашчықны қатына барғанда, ол өсіп 3 жыллық болып тұру еді. Аны Дебет біргесіне алып, Нарт елге тебіретенді. Ала елге жетерге жашчық өсіп 7 жыллық болғанды. Жылда бара Дебет Нарт қойшыланы қошларына қайтқанды. Ол алаға жашчықны хапарына айтқанда, ала, сені кесіңе 19 ұланың барды. Нетеріксе бұл бөрен шекні, аннысы бізге бер деп тілегенді. Бөріні еміп, бұл саби бөрілі жуып болғанды. Енді бұл болған қошқа бөрілі шабарақ түйілділі дегенді. Нартла бір-бірлеріне жүк тіресілі аңға оғай деген төре болмағанды. Дебет ол жашчықны деу пелуан болуғын көріп, темірчі етіп, аңға не ұсталығында үйретерге мұраты болғанды, алай Нарт қойшыла тілегелерінде жашчықны алаға қойғанды. Жашчыққа Нартла бөрі өмшектеп тұрғандыла. Артта ол өсіп керті Нарт болғанында өрүзмек деп қойғандыла. Темірчі Дебеті ол көктен түшкен ташыны екі сынығында ерітіп, темір еткенді. Аннан бітті Нарт қайтылған құлач-құлач созылған сырпыны ішлеп, Нарт өрүзмекке, Нартланы жаулары қызыл футбола сермешерге бергенді. Темірчі Дебет ол көк теміріні қалғанына Нартлаға сырпылла, садақла, ем башқа сауытлы еткенде, аннан біразын жер темірге қошып болғанды. Ма ан үшін болғандыла алай күчлі Дебет ішлеген сауытла.